Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қызыл долананың емдік қасиеттері туралы айтамыз. Дәрілік мақсат үшін долананың жемісі мен гүлін пайдаланады. Гүлдерінде эфир майлары мен холин және ацетилхолин, хлороген қышқылдары бар. Доланадан жасалған дәрілік орталық нерв жүйесін тыныштандырады. Жүрек бұлшықеттеріне күш береді. Жүрек пен мидағы қан айналысын жақсартады. Ғылыми медицинада долананы гипертония мен гипертиреоз ауруларын емдеуге және жүрек соғуының ырғағы бұзылғанда, жүректің тұсы ауырғанда, ұйқы қашқанда, жалпы нерв жүйесі әлсірегенде кеңінен қолданады. Долананың гүлдері де, жемістері де халық медицинасында жүректі сергітетін дәрі ретінде жақсы белгілі. Долана жүрек және қан тамырлары онкологиялық ісіктердің кейбір түрлері, екінші типтік қант диабеті, жұқпалы аурулар, бронх демікпесіне өте пайдалы. Тағы бір айтатын жағдай, долананы қандай мақсатта қолданады? Орталық жүйке жүйесін тыныштандырады, жүрек бұлшықеттеріне күш береді. Жүректің қан айналымына пайдалы. Жүрек пен миды оттегімен қамтамасыз етеді. Мидың қан айналымын жақсартады. Ұйқысыздықтың алдын алуға, ұйқыны қалыпқа келтіруге қолданады. Иммунитетті нығайтады. Тері ауруларына ем. Физикалық төзімділік пен ақыл-ой белсенділігін арттырады. Холестериннің сандық мөлшерін қалыпқа келтіреді. Долананың құрамында С дәрумені, Р дәрумені, А дәрумені, Е дәрумені, фруктоза, пектин және бояғыштар мен танниндер кездеседі. Долананы дәрігердің кеңесіне жүгінбей пайдалансаңыз, ағзаңызға зиянын тигізуі мүмкін. Ұзақ уақыт тұтынудың соңы жүрек, ішек қызметінің нашарлауына апаруы ықтимал. Қан қысымын төмендетеді. Сол себепті қан қысымы төмен адамдарға қолдануға кеңес берілмейді. Бүйрек қызметі нашар адамдар қолданбағаны дұрыс. Аяғы ауыр немесе емізулі баласы барларға өсімдікті қолдануға мүлде болмайды. Мөлшерден тыс қолдансаңыз, асқазаныңыз жапа шегуі мүмкін. Ұзын сөздің қысқасы, долана пайдалы әрі зиянды жеміс ағашы. Достар, біздің каналымыз ұнаса, каналға тіркеліп, каналға лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен алдағы уақытта қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісеміз.